Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сабағымызды бастамас бұрын сіздермен пазл ойынын ойнайтын боламыз. Яғни осы ойын арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашатын боламыз. Бұл жерде белгілі тарихи тұлғаның суреті жасырылған. Ал қане бастайық, балалар. Өте жақсы, балалар. Бұл жерде қай тарихи тұлғаның бейнесі бейнеленген? Я, жақсы, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде Сырым Датұлы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демек Сырым Датұлымен байланысты. Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау. Құрметті оқушылар, бүгін сабағымызда тірек сөздер кездеседі. Яғни қазына, түрлі бағалы заттар, дүние мүлік, материалдық байлық, расправа, кіші жүздегі ру ақсақалдары кіруге тиісті болған отарлау жүйесінің әкімшілік органы. Одан кейін старшын, яғни ру басшысы деген мағынаны білдіреді. Құрметті оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын жасанды интеллект бойынша жасалған бейне жазбаға назар аударуларыңызды сұраймын. Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Сырым Датұлы Байбақты руынан шыққан ірі тұлға. Асқан ақылдылығы мен тапқырлығының арқасында бала би атанған болатын. Көтерілістің себептері: шекарадағы қазақтарға қойылатын талаптар күшейді. Орал казактарының озбырлықтары тоқтамады. Нұралы ханның беделі түсіп, жайылымдарды әділетсіз бөлді. Көтеріліске көшпелі қазақтар, старшындар, билер, батырлар қатысты. Игельстром реформаларының мазмұны: хан билігін толығымен жою, Орынборда шекаралық сот құру, кіші жүзді рулық тайпалық жүйе бойынша үшке бөлу, расправалар құру, кіші жүз аумағында қала, мектеп, мешіттер салу. Бір 1792 жылы Сырым Датұлы құрамында 1000 сарбазымен Илек қорғанысына шабуыл жасады. Бір 1797 жылдың көктемінде Сырым Датұлының жасақтары хан ордасына шабуыл жасап, Есім ханды өлтіреді. Көтеріліс нәтижесінде халық кеңесі құрылды. Нұралы хан тақтан түсті. Қазақтар Еділ мен Жайық өзені арасындағы жерге көше бастады. Құрметті оқушылар, енді осы бейне баяннан түсінгендеріңіз бойынша Сырым Датұлы көтерілісінің себептеріне тоқталсақ, шекара шебінің ішкі жағына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптар тым қатаңдай түсті. Талап бойынша кез келген қазақты оның кездейсоқ басқа бір руласы жасаған құқық бұзушылық әрекеті үшін ұстап алып, оны айыптауға, жазалауға болатын еді. Одан кейін Орал казак әскерлер тарапынан бұрынғысынша дала төсіндегі әскери іздестірулер тоқтатылмады. Кейін Нұралы ханның және оның төңірегіндегі адамдардың беделі жыл өткен сайын төмендей бастады. Ол бірте-бірте патша үкіметінің қолындағы қоршаққа айналды деуге де болады. Енді көтерілістің алғашқы кезеңіне тоқталатын болсақ, 1782 жылдың аяғында патша жарлығы шығып, сол бойынша қазақтардың Жайықтың оң жағалауындағы аймақтарға қыс мезгіліндегі жайылымдық жерлерді жалға алу арқылы ғана уақытша өтуіне рұқсат етілді. Бұл жағдайды пайдаланып, Орал казактары өз жерлерін қазақтардың жалға алуына тыйым салды. 1782-1783 жылдың қысында шекара шебінің ішкі жарында қазақтардың 4000-нан астам жылқысын күшпен тартып алды. Яғни бұл қыстың өте суық болуына байланысты бұл осы аралықта жұт басталды. Дала тұрғындарының 10.000-нан астам жылқысы мен сиыры қырылып қалды. Осындай қиын қыстау жағдайда кіші жүздің шекара шебіне таяу ауылдарда бұқаралық қозғалыс басталып, ол көп ұзамай азаттық күреске айналды. Көтеріліс Елек, Қобда, Ойыл, Жем және Сағыз өзендерінің алабын қамтыды. Көтеріліс барысы, яғни 1783 жылдың көктемінде
қазақтар Орал шекара шебіне шабуыл жасай бастады. Қазақ жасағы Гериаль бекінісіндегі сарбаздарды тұтқынға алып, малдарын айдап әкетті. Орынбордың солтүстік шығысында Тама руының жасақтары шабуылдаумен болды. Орынбор коменданты қазақ даласына Орынбор казактарының жазалаушы әскерлері мен башқұрттардың 1500 сарбаздарын жібереді. Жалпы көтерілісшілердің саны 7000 адамға дейін жетеді. 1785 жылы қазақ жасақтары төменгі Орал шекара шебінің аймағында патша үкіметінің әскерімен кескілескен шайқасқа түседі. Яғни Сырым Датұлы 2700 сарбазы бар, Старшын Барақ 2000 сарбазбен, Тіленші Батыр 1500 сарбазы бар жасаққа басшылық етеді. Оларға казактардың 3 отряды, яғни қарсы жасақталады. Сырым Датұлы Байбақты руының старшыны, танымал батыр, өзін шебер дипломат, әскери қолбасшы әрі көрнекті ұйымдастырушы ретінде көрсете білді. Асқан ақылдылығы мен тапқырлығының арқасында бала би атанған. Денелі, күшті, талай ерлік істерімен танылған қайсар өр мінезді адам еді. Замандастарының арасында ат құлағында ойнайтын шабандоздылығымен де ерекшеленетін. 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ағылшын журналисі Булжер Сырым батыр, жігерлі, терең ойлы, қайратты, батыл, тапқыр, айлалы ерекше тұлға деп жазған болатын. Сырым Датұлы қазақ халқының тәуелсіздігі үшін, бостандығы үшін ерен еңбек еткен тұлға болып тарихта қалды. Бұл аралықта, яғни елді басқарып отырған Нұралы ханның көтерілісшілерге қарсы айтар уәжі болмады, яғни оны көтерілісті тоқтатуға мұршасы болмады. Осындай шиеленіскен жағдайда 1785 жылдың жазында кіші жүз старшындарының съезі Нұралыны тақтан тайдыру туралы шешім қабылдады. Қазақтардың да отаршыл билеушілердің де көз алдында Нұралы ханның беделі жұрдай болып, 1786 жылы кіші жүзден біржола қуылады. Сөйтіп Нұралы хан патша билігінің қамқорлығына өтіп, Калмыков бекінісінде жасырынады. 1790 жылы Уфаға жер аударылған Нұралы хан ақырында сол жерде қайтыс болады. Яғни Нұралы хан қоғамнан аластатылғаннан кейін қоғамда қалыптасқан жағдайды шешу патша үкіметінің алдында тұрған міндет болды. Яғни кіші жүз қазақтарын басқарудың жаңа жүйесін ойлап табу керек болды. Сөйтіп 1748 жылы Орынбор губерниясының бастығы болып Игельстром келді. Ол аймақты басқару жөнінде икемді саясат жүргізуге қабілетті адам деп танылды. Және ол қазақтар туралы жаны жайсаң, ақкөңіл халық деген жағымды пікір қалдырды. Кіші жүз қазақтар арасындағы жағдайды тез түсініп үлгерді. Билікті билер кеңесіне беруді жақтаған Сырым батырдың ықпалын әлсіретуге тырысты. 1786 жылы Игельстром хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды. Ол реформаның мәні хан билігін толығымен жою еді. Бірақ Игельстромның реформасы кіші жүздегі сұлтандар мен старшындардың наразылығын туғызды. Өйткені олар қазақ даласындағы өз ықпалынан айырылғысы келмеп еді. Игельстром реформаларының мазмұнын, яғни хан билігін толық жою, кіші жүзді рулық тайпалық жүйе бойынша үшке бөлу, Орынборда шекаралық сот құру, расправалар құру, кіші жүз аумағында 2 не 3 қала, бірнеше мектеп, мешіттер салу ұсынылды. Кіші жүз старшындары Игельстромға талаптар қойды. Олар еділ мен жайық арасында қысқы кездегі мал жайылымының көлемін ұлғайту, жайылымдарды жалға беру тәртібін жою, кіші жүзден Ресейге қашып кеткендерді қайтару, шекара шебіндегі әкімшілік пен Орал казактарының тарапынан қазақтарға күш көрсетіп озбырлық жасауын тоқтату сияқты талаптарын қойды. Игельстром старшындардың талабын ішінара ғана қанағаттандырды, бірақ қазақтардың шекара шебіндегі бекіністерге шабуыл жасауын тоқтатуды тек шарт етіп қойды. Кіші жүзде өкімет билігін жүзеге асыру мәселесі жөнінде сұлтандар мен старшындар арасындағы күрес одан сайын шиеленісе түсті. Сырым батыр патша үкіметінің ықпалынан бір жола шығып кетуге бағытталған шаралар қабылдай бастады. Соның нәтижесінде Игельстромның реформасы іске аспай қалды. 1792 жылы Сырым Датұлы құрамында 1000 сарбазымен Елек қорғанысына шабуыл жасайды.
яғни сол жерде Красногорск бекінісін басып алмақ болады. 1797 жылдың көктемінде Сырым датұлының жасақтары хан ордасына шабуыл жасап, Есім ханды өлтіреді. Соның нәтижесінде 1797 жылы Айшуақ сұлтан хан болып сайланады. Сырым датұлы бастаған көтерілістің орасан зор тарихи маңызы болды. Ұлт-азаттық көтеріліс қазақтардың Ресей империясына отаршыл әкімшілігіне қарсы ең алғашқы ірі бас көтерулердің бірі болды. Сырым датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 14 жылға созылып, сол замандағы қазақтардың басындағы мәселелерді шешуге жол ашты. Біріншіден, демократиялық идея халық кеңесі құрылды. Екіншіден, Нұралы хан тақтан құлады. Үшіншіден, жер жайылым тапшылығы мәселелері шешімін тауып, қазақтар Еділ Жайық өзені арасындағы жерге көше бастады. Сөйтіп, Сырым датұлы Хиуа хандығына өтіп, сол жақта қарсыластарының қолынан қаза табады. Ал құрметті оқушылар, енді алған білімдерімізді саралау мақсатында сіздермен Learning Apps платформасында тапсырма орындаймыз. Ал назар аударайық. Яғни бұл жерде көтерілістің болу себептерін анықтаймыз. Мына жерде бізге Қытаймен сауда-саттықтың күшеюі. Бұл көтерілістің болу себебіне жата ма, жатпай ма, осыны анықтаймыз. Яғни Қытаймен сауда-саттықтың күшеюі бұл көтеріліске қатысы жоқ. Келесі, шекара шегінің ішкі жағына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптар тым қатаң болды. Бұл көтерілістің болу себебіне жатады. Келесі, отаршылдық саясаттың күшеюі. Әрине, бұл көтерілістің болу себебіне жатады. Келесі, хандар мен сұлтандардың халық жағдайымен санаспауы. Бұл да әрине көтерілістің болу себептеріне жатады. Келесі, Орынборда шекаралық сот құру. Бұл көтеріліске қатысы жоқ. Келесі, кіші жүздің толығымен Ресей құрамына кіруі. Бұның да көтеріліске қатысы жоқ. Яғни, енді тексерейік. Өте жақсы балалар, яғни біз көтерілістің болу себептерін анықтадық. Құрметті оқушылар, енді екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Екінші тапсырмада бізге кестені толтыруға берген. Яғни кестеде көтерілісшілердің талаптары, Игельстромның талабы және Игельстром реформасы неліктен жүзеге аспай қалды. Осыны кестеге толтырайық. Кесте толтыру уақыты 3 минут. Жақсы балалар, кестені аяқтасақ, дұрыс жауаптарына назар аударайық. Яғни көтерілісшілердің талаптары, көтерілісшілердің қойған ең басты талабы патша үкіметінің қазақ жерлерін тартып алуын тоқтату, сұлтандардың, ханның және олардың айнала төңірегіндегілердің озбырлығына тыйым салу болды. Игельстромның талабы, Игельстром хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды. Ол реформаның мәні хан билігін толығымен жою, Орынборда шекаралық сот билігін орнату, расправалар құру, кіші жүзді рулық тайпалық жүйе бойынша үшке бөлу, кіші жүз аумағында 2 не 3 қала, бірнеше мектеп пен мешіттер салу талабы болды. Ал неліктен осы Игельстромның талабы жүзеге аспай қалды? Себебі 1783 жылы бастаған көтеріліс реформаның іске асуына тікелей кедергі болды. Халық пен сұлтандардың наразылығы күшейді. Яғни Игельстромның талабын дұрыс емес деп тапқан, сондықтан бұл реформа жүзеге аспай қалды. Құрметті оқушылар, келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сәйкестендіру кестесі берілген. Яғни сіздер бұл жерде жылдар мен оқиғаларды сәйкестендіресіздер. Бұл тапсырмаға сіздерге 1 минут беріледі. Жақсы, құрметті оқушылар, дұрыс жауабын бірге тексерейік. Яғни бұл жерде 1782-1783 жылы, яғни шекара шегінің ішкі жағында қазақтардың 4000-нан астам жылқысын күшпен тартып алды. Өте жақсы, дұрыс. Келесі 1783 жылы қазақтар Орал шекара шебіне шабуыл жасап, қазақ жасағы Гириал бекінісіндегі сарбаздарды тұтқынға алып, малдарын айдап әкетті. Жақсы, өте жақсы. Келесі 1785 жылы қазақ жасақтары төменгі Орал шекара шебінің аймағында патша өкіметінің әскерлерімен кескілескен шайқасқа түсті. Өте жақсы, дұрыс. Келесі 1784 жылы Орынбор губерниясының бастығы болып Игельстром тағайындалды. Өте жақсы, дұрыс. Құрметті оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды
бекіту мақсатында сіздерде WordWall платформасында тест тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ, сырым бастаған көтеріліс қанша жылға созылды? Сырым бастаған көтеріліс 14 жылға созылды. Өте жақсы. Келесі сұрақ. 1782-1783 жылдары казак әскерлері қазақтардан қанша мал тартып алды? Казак әскерлері қазақтардан 4000 жылқы тартып алды. Өте жақсы. Сырым датылының көтерілісінде жалпы саны қанша адам болды? Жалпы 7000 адам. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Көтеріліс 1783 жылдың қай мезгілінде басталды? Көктемде басталды. Өте жақсы. Келесі, Орынбор коменданты көтерілісті басуға қанша казактар мен башқұрттарды жіберді? 1500 сарбаз. Өте жақсы. Келесі сұрақ, 1785 жылы төменгі Орал бойында Сырымның қасына ерген адамдар саны? 2700. Өте жақсы. Келесі сұрақ, Сырым датылының жақын серіктері кімдер еді? Барақ пен Тіленші. Өте жақсы. Келесі. Сырым батыр бала кездегі кім деп аталды? Сырым батыр бала кезінде бала би деп аталды. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Сырым датылының руы қалай? Байбақты. Өте жақсы. Келесі сұрақ. 1784 жылы Орынбор губерниясының басшысы болып тағайындалған тұлға? Игельстром. Өте жақсы. Келесі сұрақ. 1797 жылы Сырым жақтастарымен бірге кімді өлтірді? Есім ханды өлтірді. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Сырым жеңілген соң қай жерге көшіп кетті? Сырым жеңілген соң Хиуаға көшіп кетті. Өте жақсы. Өте жақсы, балалар. Сіздердің тақырыпты жақсы меңгергендеріңізді көруге болады. Ал құрметті оқушылар, мынау тест сұрақтарына барлықтарыңыз жақсы жауап бердіңіздер. Бұл сіздердің сабақты жақсы түсінгендеріңіздің дәлелі. Енді сіздерге үй тапсырмасы қосымша материалдарды пайдаланып, қазақ фольклорынан Сырым датылының шешендігі туралы деректерді тауып, соны оқып, түсініп оқып келеміз. Құрметті оқушылар, мен халық үшін қам жеген, әділдік іздеген сырыммын. Мен көтерген жол еркіндік жолы. Бұл жолда мен жеңілмедім, өйткені мен өзім үшін емес, сендер үшін күрестім. Бүгін менің аманатым. Жеріңді сатпа. Тіліңді жоғалтпа. Ата жолын аяққа таптама. Қай істе де халық мүддесін биік қой. Сендер менің арманымды жалғастыруға жаралған ұрпақсыңдар. Елің мен жеріңді сүйіп, ақиқат пен адалдықты серік етіңдер. Бүгін енді осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.